Gretsiya filosofiyasi мен медицинасы. Ежелгі Gretsiya Эллада адамзат тарихының дамуына ең үлкен үлес қосқан мемлекет болып табылады. Ол философияның, медицинаның дамуына ықпал тигізді. Біздің заманымызда бұрынғы бірінші мыңжылдықта қалыптасып, ол кейін ежелгі Римге, ежелгі Еуропа өркениетіне ықпалын тигізді. Ежелгі Греция тарихы 5 кезеңнен тұрады. Біріншісі Эгей заманы, екіншісі мемлекет дәуіріне дейінгі заман, үшіншісі мемлекеттік дәуір заманы, төртіншісі классикалық кезең, бесіншісі эллинистік кезең деп аталады. Бұл кезде әр кезеңнің дамуында медицина біртіндеп дами бастаған. Ең алғашында медицина ежелгі Грекиядағы медицина, ежелгі Грециядағы медицина дамуы орта философия деген ұғымы біріккен басқа да ғылымдармен тығыз байланысты болды. Ежелгі грек философиясына апаттық диалектика тән болатын. Ежелгі Грецияның философиялық ағымдары материалистік және идеализмнің өткір күресінің айнасы болды. Қабыну, табысу, емдер, проза, демократиктік медицинада материалистік ұстаным, оның адамдар өз қолындағы мүмкіндіктерін білмей, яғни денсаулықтарын Құдайдан сұрап, өз мүмкіндіктерін жоғалтып алады, сабырсыздықпен өз денсаулықтарына қарсылық көрсетіп, өз нәпсісінің арқасында өз денсаулықтың сатқыны деп атаған екен. Греция медицинасының ерекшеліктері денсаулыққа және тазалыққа көп мән беру болған. Сол уақытқа дейін пайдаланылған стадион деген сөз қазіргі заманда келе жатыр. Жастарды дене шынықтыру мектептерінде оқытқан, сонымен қатар көне грек мүсіндерінде адамзат денесінің сұлулығы мен денсаулық айғақтығы ретінде көрсетілген грек. Олар әлемдегі қозғалыстарға мистикалық сандар, Пифагор мен мәңгілік идеялар, Платон әсер етті. Араб философиясы 9-12 ғасырларда шыққан, исламдық мәдениет аясында араб тілінде дамыған және антикалық мұра мен діни ілімді ұштастырған орта ғасырлық ғылым философия болып табылады. Ол перипатетизм, калам және сопылық бағыттарында дамыды. Ақыл, парасат пен діни ғылымдарды, дағдыларды үйлестіруге, жаратылыстану ғылымын дамытуға үлкен үлес қосты. Шығыс перипатетизмі ол Аристотельдің іліміне сүйене отырып философияны дінмен байланыстырды, және де негізгі өкілдері Әл-Кинди, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд болды. Калам ол діни сенімдерді рационалды дәлелдермен негіздейтін ілім, мутазилиттерді ақыл-ойды жоғары дамытуға тырысты. Сопылық ол Құдайды танудың құралы ретінде және мистикалық сезім мен ішкі тәжірибені салыстыруға ықпал етті. Ғылыми ықпал ол грек философиясы, яғни Аристотель мен Платон, неоплатонизм және ежелгі ғылымдарды, математика, астрономия, медицинаны аударып дамытып отырды. Түркі ойшылы Жүсіп Баласағұн құтты білік еңбегінде адамгершілік, әдеттілік және адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерін қозғап, философиялық, этикалық мәдениетті дамытты. Араб медицинасы араб елдері мен ислам дінін қабылдаған халықтар арасында кеңінен тарады. Араб медицинасы дамымас бұрын шығыс елдерінде сириялықтар, еврейлер осы саланы дамытқан болатын. Және де араб елдерінің белгілі медициналық дәрігерлердің оқытушысы Каддалах осы саланы зерттеген болатын. Және де бұл салада ішімдікті көп ішпеуді, дұрыс тамақтануды осы жоспарлы түрде жасаған болатын. Және де Каддалахтың осы жұмысы бойынша Мұхаммед пайғамбар белгілі құрамға енгізген болатын. Және де Ибн Сина 840 жылы араб медицинасы өте үлкен үлес қосты. Бұл саласында Сина философ және де 20 шақты еңбек несі және де дәрілерді дайындау және дәрілерді дұрыс қолдануға үлес қосқан болатын. Философияның тікелей бәрекет болмаған және арнайы медициналық
саласындағы еңбек жолдаған. Бірақ оның философиялық еңбегі арқылы медицина, денсаулық және адам өмірінің жаратылысы туралы құнды ойлар айтқан. Біріншісі дене туралы, денсаулық туралы көзқарасы. Негізгі еңбек түбілік адам өмірінің барлық саласын қамтиды. Әл-Фараби адам денсаулығына маңызды, қоршаған орта, ауа су және де тазалық сақтау адам денсаулығына маңызды екенін ең алғашқы ескерген ғалым. Және де ол басқа дәрігерлерге де маңызы зор болды. Ежелдіктер аурудың нақты себебін білмегендіктен оны құдайдың қарғысы деп білген, және де емделу мақсатында бақсыларға және халық емшілеріне жүгінген майлар және табиғи өсімдіктер арқылы емдейді. Ибн Сина орта ғасырлық ислам әлемінің ұлы ғалымы және философы және дәрігері болды. Ол шығыс Аристотель және басшы деген құрметті атақтарға ие. Ол 980 жылы Бұхара маңындағы Афшана ауылында, қазіргі Өзбекстанда дүниеге келген. Абу-Наср Әл-Фараби 870 жылы дүниеге келіп, 950 жылы дүниеден озады. Оның жалпы туған жері қазіргі орта ғасыр Қазақстан аумағында, және қайтыс болған жері Дамаск қаласы, Сирияда қайтыс болған. Ол жалпы шығыс философы. Шын мәнінде шығыстық деспотия болатын. Ол бізде ол жердегі басшы монах, сол жердегі жалғыз жер иесі болып табылатын. Және ол жердегі түрлі аристократиялық саттағы адамдар болды. Олардың басын рубасылар, одан кейін отбасылар, ал құлдар болса жануарлар сияқты әлеуметтік сатыдан тыс қалды. Біздің заманымыздан бұрын 6-3 ғасырларда қалыптасты. Ежелгі Қытай философиясы ол 100 мектеп дәуірі деп аталған. Оның негізгі мақсаттары конфуцийшілдік, ол адалдық, әділдік және жоғары жақта әділ және үлгілі басшы болу керек деген мағынаны берген. Екіншісі даосизм, негізгі ұғымы табиғат жолы. Ол адам табиғатпен үйлесімде өмір сүру керек деген мағына. Ал үшіншісі маоизм, барша адамды тең көру. Төртіншісі заңшылдық, заң мен тәртіпті ең бірінші орынға қойған. Ғасыр батыста медицинерлер ашқан аурухана Қытай медицинасы болып табылады. 1914 жылы реакционды Қытай үкіметі толықтай тыйым салды. Соның әсерінен батыс медицинасы бұған көзді жұмып қарай алмады. Ежелгі Қытай медицина философиясы және діннің бір бөлімі болып саналғандықтан бұл кітапта тек жалын этика мен діннің бір бөлімі болғандықтан ережелер мен сұрақтар қарастырылған. Ежелгі Қытай философиясы мен медицинасы өзара тығыз байланыста дамыды. Қытай ойшылдары адамды табиғаттың бір бөлшегі деп санады. Ежелгі Қытайда философияның негізгі бағыттарының бірі даосизм болды. Даосизм біздің ұстанатын дініміз сияқты олардың ұстанатын діни сенімдері болды. Сонымен баға қараңыздар, Грециядағы медицина және философия. Гигиена сөзі сонау Грекияда келе жатыр деген. Гигиена қазіргі қандай? Гигиена, содан кейін анархия сөзі Грециядан шыққан, қазір қандай ұғымды береді? Терапия, яғни келе жатыр. Одан кейін жаңағы гигиена не дейді? Үстіне туник киген, қолында жұман ұстаған қыздың бейнесі дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Сіздердің мынау емблемаларыңыздағы, тауарларыңыздағы дәрігер де жылан сияқты данышпан болу керек деген ұғымды береді.